Allahu Akbar, Allahu Akbar. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. Егер саған шайтаннан бір түрту келіп қалса дейді. Сөйтіп отырдың көстіп. Сонда әрбір адамның көңілінде өзінің бір үйреніп қалған, айтайық намаз оқығанға деген үйреніп қалған бір күнәсі болуы мүмкін. Мысалы сөз көтере алмайтын нәрсесі бар. Немесе жаңа бірнеке қарап қояды дегендей нәрселер. Әртүрлі, немесе бір ғайбатқа араласып кетеді. Немесе өзіне қатысы жоқ нәрсеге не деп жатсыңдар, не болыпты деп кірісіп кетеді. Осының барлығы адамның өзінің ішінде тұрған кнопкалар. Сіз бе? Шайтан жоқ нәрседен келмейді ол. Ол сол жақтан басады. Қашан саған шайтаннан бір түрту кеп қалса дейді, түрту кеп қалған кезде, фастағиз биллахи, сен бірден аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп сыйын дейді. Сосын сен оны көбіне тілмен айтасың дейді. Міне қараңыздар. Иннаху самиун алим. Алла Тағала естуші және білуші дейді. Не үшін естуші дегеннен кейін білуші деген есімін қойып жатыр? Сенің аузыңмен айтылғанды естідік дейді біз. Бірақ жүрегіңнің сыйынғанын білмей тұрмыз дейді. Мысалы, қарама деген нәрсе болады да, сонымен жаңағыдай аузу биллахи минаш шайтанир раджимді қайтарар. Аузу биллахи минаш шайтанир. Ана алим деген есіммен жұмыс істеп жатқан жоқсың дейді сен. Жалпы самихты естіп жатырық дейді сен, аузу биллахи айтып жатсың дейді. Бірақ жүрегің айтып жатқан жоқ дейді оны. Соқтан атаға не дейді? Сен оны айтқан кезде шынайы халіңмен сыйынсашы дейді. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір екі адам қатты ұрысып жатқан кезде, қатты біреуінің күре тамырларынан шығып кеткен енді, мысалы. Сондай дәрежеде болған. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Ва инни ла а'ламу калиматан лау қалаха лазахаба анху ма яжиду." Мен бір сөзді білемін, егер де сол сөзді мына кісі айта қойса дейді, онда осы халі емделіп жоқ болып кетеді дейді. Ашуланып тұрған халі. Лау қала ла аузу биллахи минаш шайтанир раджим захаба анху ма яжиду. Егер де қазір ол Аллаға сыйынамын қуылған шайтаннан деп айтса, онда оның жаңағы ашуы бәрі жоқ болып кетіп қалады дейді. Енді қараңыз. Сөйтіп жаңағы жанашыр осы сөзді естігеннен кейін бір сахаба жүгіріп барып анаған айтады: "Алланың елшісі айтып отыр. Қуылған шайтаннан Аллаға сыйын деп айтып отыр сізге" дейді ғой. Сосын ол деген жаңағы ашуланып тұрған кезі ғой. "Тарани мәжнунан" деген анаған. Сонда сен мені жынды деп ойлайсың ба не? Шайтаннан сыйынатын дегендей. Мен өзім дұрыс ұстап тұрмын өзімді. Исхаб, кет бар деп айтқан. Нақты оқиғалар да осындай. Адам өйткені жаңағы нен тәлімді қабылдамайынша адам тәрбиеге түсемейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тәлімді білді көрсететін нұсқауларды. Соқтан мына жерде үлкен қағида. Сен шайтанмен күресуді үйрен деп жатыр бізге. Ол саған сен ойламаған жақтан келеді. Сен кнопкаңды басады. Сөйтіп орында отырдың да, ана жақта бір кісілер, не болып, қандай деп жаңағы қатысы жоқ нәрсеге кірісіп баратқан кезінде біл. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим істеп жатырмын мен деп. Немесе қарайтын кезінде аузу биллахи минаш шайтанир раджим істеп жатырмын. Сәждеге жығыла салып, ол жаңа жүрекпен айтуыңызға көмектеседі сөзді. Раббыңнан құтқармасаң, мынау пәле болды маған. Өзім жапсырып алыппын бұрыннан бері. Сені тыңдамай, білмей, әділетсіздікпен осындай нәрселер болып отыр менде. Сәждеге жығыл да сұра. Алла мынадан құтқармаса болмайды екен. Сондай нәрсе. Тіл, ғайбат қосылып кетсе, біреу бірдеңкені айтып жатқан кезде әдетің бар еді. Солай ма дейтін. Соны айтайын деп жатқан кезде, солай ма деп айтайын деп жатқан кезінде, аузу биллахи минаш шайтанир раджим дейді. Сон қайтадан айтқым келіп тұрады, қосылғым келіп тұрады. Өйткені ол бойы үйреніп қалған ғой оған. Өсекте ғайбат болсын, қайсысы болсын, жаңа бір болмайтын бір тақырыптарға кіру, артық бірдеңкелерді сөйлей беру, көпіріп сөйлей беру, неше түрлі ол өзіміздің бойымыздағы жинамаған нәрселеріміз ғой. Соның бәрін қай уақытта шайтан келіп басып қалған кезде біз аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айту керекпіз. Аллаға сыйынамын қуылған шайтаннан деп. Жүрекпен айтуға соны үйреніңдер деп жатыр.